Қайырлы кеш, құрметті біздің партнерларымыз, мүмкін арамызда тағы қонақтар да бар шығар. Бүгін сіздердің алдарыңызға мен қарапайым өзі медицина саласында жұмыс істеген медсестрадан бастап жұмыс істеп жүрген кезінен осы бизнеске денсаулық арқылы келіп, одан ары қарай өзінің жігерлігімен, табандылығымен қазіргі уақытта континентальный директор статусын жауып отырған Ақтөбе қаласының тұрғыны Алмагүл Байманова ханымды таныстырғым келіп отыр. Бұл кісінің қазір мен толық өзінің историясын айтпаймын, өйткені өзі әдемілеп жеткізеді. Көп адамдар уже бұл кісіні жақсы таниды, историясын мүмкін көбісі білмейтін шығар. Қандай жаңалдегі осы сетевойға келген кезде тәжірибесіз қаншама тосқауылдардан өтіп, соған қарамастан осы квалификацияны ойнап, күліп, билеп жүріп жатқан кісілердің бірі. Сондықтан жақсылап тыңдаңыздар. Ал мен, Алмагүл ханым, сізге сөз кезегін беремін. Ал құрметті ханымдар мен мырзалар, Веда компаниясының құрметті да партнерлары, партнер болмасаңыздар, партнер боласыздар. Менің атым Алмагүл. Бүгін специально сіздер үшін өзіміздің кешегіде соңғыда шыққан, үлгіде шыққан өзіміздің шапанымды киіп шығып отырмын. Сосын өзіміздің финикімізді киіп отырмын да. Мен Алмагүл осы Ақтөбе қаласында 30 жыл медсестра болып жұмыс жасаған адаммын да. Былай қарағанда, қазір медицина саласына жасаған адамдар біздің компанияда өте көп. Врачтар көп, медсестралар көп та. Олардың бәрі бірінші кезде енді медицина саласына жасаған адамдар, енді өздеріңізді байқайтын шығарсыздар, медицина саласына жасаған адамдар тез ештеңеге сене қоймайды. Өйткені олар өздері өткізеді. Өткізбей, врачтар болсын, не болсын, оларға ренжімеңіз. Олар өздері каждый раз, мысалы, өздері өткізіп барып, өздері өткізіп барып сенеді. Мен 30 жыл медсестра болдым да. 30 жыл медсестра болдым. Туберкулезный больницада жасадым, инфекционный больницада жасадым, операционный медсестра болып жасадым. Мен негізі поликлиникада нелерде жасаған жоқпын, основном больницада жасадым да. Менде Аллаға шүкір опыт жететін болды. Бірақ мен сол медсестра болып жүргенде, кешегіде бір Анар ханым айтқан, Алмагүл ханым, сіз медсестра болып жүрсіз, сонда ақ халат киген фотоңызды жіберіңізші деді. Мен бір фотоны таба алмадым. Түгірін жемеңіздер. Бұлай іздедім, қасқа, мен ақ халат киген фотом жоқ екен дедім бе, қойдым. Қараңыздар да, 30 жыл медсестра болып жүргенде мен не істедім? Енді мен бүкіл өмір, мысалы, бір адам 30-ға келді да, балдарыңыз 30-ға келді, 30 жыл өмір сүрді. Сол сияқты мен 30 жыл өмірімді больницада өткіздім да. Енді оған өкінбейміз ғой, өзіміз медицина саласына түстік, соменен асырадық, 100 мың болсын, 150 мың болсын болып асырадық, сомен бала шағамызды асырадық. Сол кезде менің балам, ең үлкен балам, Алихан Жұмағазин. Сол қазір ол өзінің жеке, мына Қалан Кезет деген бар ғой, сайт, білесіздер ғой, Қалан Кезет. Соны создатель болып есептелінеді. Соңғы кезде сол балам 11 оқу жүргеннен кейін НУ-ға түсті. НУ-дан кейін, Америкаға кететін болды да. Америкаға кететін болды. Жол расходына 1 миллион керек болды. 1 миллион, только самолетке билетке 1 миллион керек болды. Енді Каспийден аламыз, басқа не жоқ. Каспийден аман болсын деп, Каспийден алып, содан біз бергенбіз да. Сол кезде мен барып ойладым, енді бір балаң бар, екінші балаң бар, оқиым десе, сонда Каспийден ал, Каспий бермейді, не істейсің? Наличка кімнен қарсы сұрайсың деген сияқты. Сол кезде барып мен есімді жиғанмын ше. Ақшаны қалай табуға болады, Менің ішінде мына балдарымда қалай жеткізем деген уже ойда қалды. Бірақ сол мезгілде енді прямо
жүгіріп барып істейтін сетевой болмады, MBA болды, Oriflame болды. Енді оларды біз түсінбедік та, не істемедік та. Сонда через сет арқылы мен ақша келетінді білмейді екенмін. Мен ойлаймын, мынандай бизнес, магазин ашам, шығыстан бутик алам деген сондай мәселеде болды да. Мен енді сетевой маркетингті келіп жасаймын деген менің ойымда вообще болмады. Сөйтіп жүрген мезгілімде алла тағала осы компанияны алып келді. Бұл компанияға мен қалай келдім? Мен 2 жыл бұрын аварияға түстім. Анар ханым, Иә. менің слайдымды жібересіз бе? Так, давайте қазір. Ага. Загрузить Иә. етіп, сөйтіп көрем қазір. Сіз пока айта Иә. беріңіз. Сосын мен 2 жыл бұрын аварияға түстім. Аварияға түскеннен кейін менде шок состояниеде қалдым 1 март күні. Күн тайғақ, үлкен газель тұрды да, соның астынан жеңіл машина алып шықты. Менің ана немді ключицаны сындырып жіберді, короче, иығымды сындырып жіберді. Сондықтан сол моментте әйтеуір өзім тағы бір нәрсе бәрі қосылып кетті да, почти үйде отырып қалдым. Март, апрель, май, июньге дейін отырдым. Сөйтіп жүргенде 2 қолым вообще көтерілмей қалды. Мына дымда болмаған қолымда көтерілмей қалды. Мына қолым екібастан операция жасағанда дұрыс жасалынбаған, әйтеуір 2 қолымда көтерілмей қалды. Сондай состояниеде қалдым. Енді мен өзім медицина саласын жасағаннан кейін, өзім больницаларда жасағаннан кейін әйтеуір сөзім жүрді. Мен дару клиникасына 3 рет болдым. Мына Ақтөбе қаласында жасағандар, Ақтөбе қаласында тұрғындары, басқа мына Атыраудағылар біледі. Дару клиникасы самый крутой бізде больницада. Оған анау адам бара бермейді. Мен сол дару клиникасына 3 рет болдым, бірақ қолыма ешқандай әрекет етпеді. В общем, әсер етпеді, дымда болмады. Бірақ мен іздемеген енді бір түйір неде қалып қойған жоқпын. Остеопат, мануалист, бүкіл мына жер шарында не бар, соның бәріне бардым. Емші дейме, емші, сынықшы дейме, сынықшы, мануалист дейме, мануалист, бәріне бардым. Үлкеніне де, кішісіне де, ауылдық жердің бәріне бардым. Сөйтіп жүргенде менің тек арманым сол кезде, мына бізде малышка жақта тұрдық, сол кезде шығып жүргенде спортивный үлкен не бар, соған барған кезде мен тек арманым 2 қолым көтерілу, иә. Енді мен уже медицина саласы, массаж жасай алмаймын, укол жасай алмаймын деген сияқты, уже менің арманым басқаша болды да. Маған айтамын, мен ойлаймын, қазір соткамен арпасып жүретін жұмыстар болады ғой, сондай жұмыс жасағым келеді. Мен уже ана медицинаға жұмыс жасағым келмеді. Өйткені сонда білесіздер ме, аварияға түсіп, сонда маған короче не бет, больничный 35 мың ба, 45 мың ба. Мына больничный осындай менен еще енді миымның бәріне кетіп жатыр да. Содан сөйтіп жүргеннен кейін сол кезде жайлап сол сетевой не екенін біліп жүрдім. Бірақ момент, енді қандай момент бар, мен соны іздеп жүрдім. Сөйтіп жүрген мезгілімде короче 2 қолымды көтерілмеді. Сосын арманым 2 қолым қалайда көтерсем екен деп сөйдедім. Содан мануалистерге барғаннан кейін, ана массаж жасағанда көгала көк торғайдай қылып тастады денемнің бәрін. Сонда айтам, мынандай легкий, жұмсақ болып өтетін ештеңе жоқ екен деп сөйдедім. Сөйтіп жүргенде короче массажер қолыма түсті. Бірақ бұл компания Фохуд массажер қолыма түсті. Сөйтіп жүргенде, енді Фохуды білесіздер, 1.700.000-ге кіру керек. Сөйтіп жүргенде сол массажерді алдым. Сөйтіп жүргенімде ұйқым дұрыс болмады. Короче, ұйықтап баратсам, бүкіл машина маған келатқан сияқты болады, стресс. Сосын оянып кетемін, шошып кетемін. Вообще ұйқым дұрыс болмады. 1 сағат ұйықтаймын, 2 сағат. Сосын мынандай вообще ұйықтай алмаймын, мынандай креслода ұйықтаймын. Креслоны артқа қарай не істеп қоямын, шалқайтып қоямын да, креслода ұйықтаймын. Вообще ұйықтай алмаймын жерде. Менің негізі ұйқым жер. Біздер вообще диван ештеңе жатпаймыз, баяғыдан келе жатқанда. Сосын жерге, арманым жерге жатып ұйықтап қалып қояды, ауырады, берекетім қашты. Сөйтіп жүргенде менің арманым тек сол қолымды көтеру болды. Сөйтіп жүргенде алла тағала осы Тәттігүл ханымды алып келді менің алдыма. Тәттігүл ханым енді март айында келген кезде, 1 март айында келді, солай сауна бар, кетіп қалды.
мен де көп мән бере қойған жоқпын. Содан кейін қайтадан келді Тәттігүл ханым. Келген кезде айтты, осылай менің жолдасым осыдан тұрды, отыршы деді. Нанасыңдар ма? Саунаның түрін көріп, мен вообще мынандай нәрсе отырмаймын деп сөйтедім. Саунаның түрін көріп шошып кеткенмін. Иә. Қазір біреулер келіп жатса, сендерге саунаның түрін көріп жатса, ойбай деп кетіп жатса, сіздер не істемеңіздер. Иә. Саунаның түрін көріп шошып кеткен адамнан шошымаңыздар. Ол именно шошыған адам жұмыс жасап кетеді, короче говоря. Былай қарағанда. Саунаның түрін көріп шошыды ма, ол да значит работает деген сөз. Бізде Марина деген ханым бар. Ол да Марина Бекарсанова врач. Саунаның түрін көріп шошып кеткен ол да. Сосын саунаның түрін көрдім де, Тәттігүл, пожалуйста, мен отырмай ақ қояйыншы дедім. Сосын бір подружкамды отырдым, екінші, үш подружка, төрт подружкамды отырғыздым. Төртеуі де күшті дейді де, төртеуі де сатып алды 360 мыңға. Содан төртеуі де 360 мыңға сатты. Бір күннің ішінде маған 400 мың теңге түсті, 400 мыңға жақын түсті. Я шок в состоянии. Сосын енді жұртқа айтқанды күшті қылып айтуым керексің, ойбай құрсын, онда мен де отырайын дедім да, мына темірім бар ғой, теміріме орап алып ішіне отырдым. Сол күні нанасынан нанбайсыңдар ма? Аварияға түскеннен бері, бір жылдан бері мен вообще ұйқым дұрыс болған жоқ. Айтып отырмын, 1 сағат, 2 сағат креслода ұйықтаймын. Шок состояние болдым. Мен сол күні қорылдап, кешкі 10-да жаттым ба, 11-де жаттым ба, таңертеңгісін 6-да 7-де тұрдым. Бірінші рет жерде жаттым, ұйықтадым, кәдімгі от души домалап ұйықтадым. Таңертең тұрдым да айттым, мынау не құдіреті бар? Сауна дедім, мынау не құдіреті бар сауна? Бардым да саунаның бәрін зерттедім, оқыдым, тоқыдым деген сияқты, өзім қарадым ішін бәрін. Мына сауна бүкіл халыққа айту керек дедім. Бұны үндемей, түндемей отыруға болмайды, бұл саунаны айту керек. Тәттігүл ханымға да кетіп жатсам, Тәттігүл ханым айтады, уже сен 4-ші адамсың дейді. Неге? 4-ші адам мынандай результатын айтып тұр. Осыны жасасан сауапқа қаласың деп тұр дейді. Сосын мен айттым, Тәттігүл ханым, давайте мынаны істейік деп сөйтедім. 400 мыңды салып алдық. Еще ол кезде менде кредит болды. Мына статуста жазамыз ғой, постоянно 25 миллион кредит жаптым деп, иә? Енді 25 миллион кредит ол аспаннан түспеді, өзімнің алған кредитім. Даже көбінесе балдарымды білмейді. Содан өзімнің алған кредитім, сол кредитте мен ай сайын 500 мың теңге төлеймін. Бірақ әйтеуір жеткізіп, бір нәрсені сатамын, система қоямын, үйтемін, бүйтемін, сөйтіп жүріп жабатынмын. Енді аварияға түскеннен кейін қалай төлейсің? Жолдасым жұмыс жасайды, теңге жоқ. Тек сығып аламыз да сол кредитке төлеп отырдым. Бірақ бір күн просрочка өткізіп көрген жоқпын. Сөйтіп 500 мың теңге кредитті мен 2 күнде төлеп тастадым. Это чудо дедім да, мен мынау деген күшті ғой. Неужели мен если мынандай 500 мыңды тауып атсам, бүкіл кредит жауып тастаймын ғой дедім да, сразу давайте іске кірісейік дедім да. Фокус жасадық. Фокус жасағанда біздер не дедік? Давайте бәріміз осы жерге айттым, осылай 94, 394-ті көрсеттім. Уже бәрін поголовно шақырдым. Каждый день шақырдық. Біздер саунаға түсіреміз, поголовно береміз. Бір күнде саунаны алғыз жібереміз. Мысалы, мына 72 сағат деді ғой, 72 сағат. Соны қолдануымыз керек біз. Өте дұрыс айтылған нәрсе. 72 сағатта батыста, сол 72 сағатқа жеткізбеймін мен. Келгеннен кейін 2 сағатқа жеткізбеймін, саунаға сындырып тастаймын. Өйткені саунадан өзім результатын көрдім. Когда сіздер бір түйір нәрсені айтсаңдар, очкиді айтсаңдар, бір түйір нәрсені айтсаңдар да, көздерің жанып тұру керек. Когда көздерің жанып тұрып, еще күлімдеп тұрып айтсаңдар, өйткені көбінесе кейбір адамдар, компанияларда болады ғой, даже өзің өткізіп жүрген бадайында ішпейтін адамдар болады. Өзің сатып отырған бадайында ішіп. Жоқ, ол дұрыс емес. Негізі өзің бәріне өткізуің керексің. Содан келген кезде біз саунаға отырған кезде 30 минут саунаға отырамын, 30 минуттан кейін уже оформление жасаймын. Никакой ертеңгіге кел, тағы да бір күн түс, 2 күн түс, 3 күн түс деген жоқ менде. Сол күні тапап тастаймын. Сол күні ұрып тастаймын. Хоть рассрочка болсын, хоть наличка болсын. Короче, сол күні мен оформление жасап тастаймын. Өйткені біздерде
результатты өзіміз алып отырмыз. Былай қарағанда результатты 100% мен алып отырмын. Неге? Бір күннің ішінде ұйқым дұрысталды. Мысалы, ұйқы дұрысталған, ұйқы деген білесіздер ме? Ұйқы деген адамға ең қасиетті нәрсе. Негізі мына сол моментте менде тоже климакс болды. Мына әйел адамдар біледі ғой, климакс болды. Сосын еще авария қосылып кетті да, былай қараған кезде. Сол кезде менде ұйқым дұрыс болмады. Менің жеңгем 49 жасында, мүше жасында. Сол ұйқыны 5 ай бойы ұйықтамаған екен. Мен білмеймін ғой енді. Алмагүл, мен ұйқым келмейді. Мен онда медсестрамын. Ананы ішші, глицин ішші, мынаны ішші, успокоительный ішші, валерьянка ішші, ананы ішші деп назначение күшті қылып беріп тастаймын. Бірақ мен ол мән бермейді екенмін әрмен қарай. Сөйтіп жүргенде 49 жасында сол комаға түсіп кетіп қайтыс болды. Иә. Сондықтан ұйқының несін өзің басыңа түскенде біледі екенсің. Мына жерде үлкен кісілер отқан шығар, әйел адамдар отқан шығар, мен сияқты климакста жүрген адамдар отқан шығар. Сол кезде миыма кірді да, Жансұлудың ұйқы жоқ, ұйқы керек, ұйықтай алмаймын дегені осы екен ғой деді. Сонда ұйқы дұрыс болған кезде адамның ағзасында энергия біздің сауна именно энергия көтерген. Көтеріп тастағанбыз ғой. Саунаға түсіп, уже все, бәріне келеміз, информацияны береміз. Мен мысалы былай қараған кезде су керек анандай бұндай болған жоқ. Мен сразу ашылып бәрін айтпаймын. Құрсын біреуге действить етпей қала ма деген сондай күмәндар көп болатын еді. Бірақ мен саунада өйтіп біреуге действить етпей қала ма деп күмәнданған жоқпын. Өйткені саунадан эффектті бір күнде аламыз. Бір күнде алдық біздер. Бір күнде алдық. Бір күнде 30 минутта түсіреміз. Уже 30 минуттан әрмен қарай уже ана адам өзі келсетті, өзі ала салады. Саунаны. Солай саунаны біздер бір айда 2-3 сауна, 3 сауна сатқанбыз. Бұл саунаның құдіреті солай болды. Қараңыздар, енді сөйтіп жүрген кезде саунаны бұрқытып жатқан кезде әлі есімде, уже ноябрь айында біздер, маған Жұпар ханым істеді, бүкіл промоушнды орындап тастап, Алмагүл ханым, сіз Дубайға барасыз промоушнға, солай деді. Дубайға 3 күн қалды. Мен айтам, Тәттігүл ханымға звондаймын да бүйтем ғой. Тәттігүл ханым, мен Дубайға бармай-ақ қояйын. Кредит жауып тастайын. Жұпар ханым маған ақшаны аударып жіберді, осындай счетқа сал деп айтты деп. Сосын Тәттігүл ханым айтады: апатай, бармасаң Дубайға қайтадан турфондға салып қояды дейді. Өзі $1,500 турфонд. $1,500 барамыз. Ойбай, барым керек па деді. Сосын ұлыма звондадым. Нанасыңдар ма, нанбайсыңдар ма? Сол моментте біз Дубайда, менде Каспий Голдта 10 мың теңге ақша болды. 10 мың теңге ақшамен мен Дубайға бардым. Балам туда апаратын билетін алып берді Алматыға. Сол бірінші рет шетелге шықтым. Мен бірінші рет шетелге шықтым. Біреу шетелге бірінші рет самолетке мінді. Мен бірінші рет сол Дубай, Рексес Марина деген Дубайға бардық. Дубайға барғанда біз 20 адаммен бардық. Алмагүл ханым, мына жерде мені администратор қылып жүрмін. Администратор, оны қалай істеймін? Оны қалай істеймін? Дауыстарын қосып тастады. Менде жаңа мінім дегенді бассаңыз болды. Мына жерде Эльмира, Ләззат деген кісілер дауысын қосып тастапты. Участники дегенді басасыз төменгі жағында телефонда. Участник, осы зумның төменгі жағында участник. Осының ішінде Анар деп тұр ғой менің атым, админді. Соның үстінен басасыз. Сделать организатором дейсіз. Сделать организатором. Мынаны қайтып істеймін. Все болды, мен мына кісілердің. Болды да? Болды, айта беріңіз, мен қазір сіздің видеоңызды қоям.
сөйтіп жүргенде Дубай қаласына бардым. Рексос Маринада болдық. 20 адам болдық. 20 адам болдық. Содан әлі есімізде, өзіміз енді бөлек мемлекет болып істеп жүрміз. Ужинға барамыз. Бір уақытта ужинда господин Лютен келіпті. Пойдемте, мы одна семья деп жетектеп өздеріне қосты. Содан сол жерде отырып, господин Лютен специально бізге термосқа жаңағы нелерін құйып алып келеді, соны бізге құяды, сөйтіп мы одна семья дейді. В общем, біз мән бермейміз, одна семья айтып жатыр, иә дейміз да қоямыз. Сосын сөйтіп жүрген кезде 20 адам бардық Дубайға. Анар ханым бар, Тәттігүл ханым бар, менің әжелерім, менің мамаларым. Сосын Жадыра ханым бар, мен оның әжесімін, менің қызым. Сонымен төртеуміз бардық. Иә. Төртеуміз бардық сол Дубай қаласында. Содан кейін әлемді бірінші рет көрдім. Әлемді көрулеріңіз керексіңдер. Мен медсестра болғанда әлем көрмек түгіл Астанаға да бара алмайтын едім. Сөздің шындығы керек қой. Мен апамның тойы болды. Енді өтірік айта салсың, ойбай жұмыс жібермей жатыр деп. Баратын ақшаң жоқ, несіне барасың? Иә. Бір Алматыға бару үшін кем дегенде 50 мың кетеді. Енді беретін нем бар, подаркың бар, сонымен 100 мың, 150 мыңдай кетеді. Соның өзіне де мен бара алмадым. Былай қарағанда, барғанда жоқпын, енді бара алмадық. Қазіргі мезгілде мен қаяққа барғым келсе де, мынау менің нем. Біз Рексос Маринада болғанбыз. Одан кейін Таиланд Пхукетте болдық та. Одан кейін Китай Тензин неде болдық. Турция Билек. Одан кейін Қытай, Южный Корея, Япония, Кореяда болдық. Содан кейін Хайнянда болдық бәріміз. Содан кейін лайнермен саяхат жасадық. Содан кейін соңғысында Хайняннан кейін кеше Қытайға барып келдік. Қытайға барып келдік. Мынау менің бірінші кезім до после да. Мынау жаңағы не істеген кезде, істеп жатқан кезде қарарсыңдар, Көбінесе біздер осы неде компанияда 11 шет мемлекетке бардым. 11 шет мемлекетке бардым. 11 шет мемлекетте өте керемет, бірінен бір өтеді. Еще шет мемлекетке барғанда тек әшейін бармаймыз ғой біздер. Біздерге компания күшті қылып подаркаларымызды берді да. Специально сіздер істеп жатқан кезде соны алып келіп жатырмын. Былай түсірсем былай бола ма екен? Келмейтін шығар, Былай экранды бүйтіп қаратуыма келе ма? Анар ханым? Былай өзіңіздің алдыңызға қарап көрсете беріңіз кішкене нені, камераны бүйтіп. Көрініп тұр, міне, міне көрініп тұр, көрініп тұр. Көрініп тұр ма? Мынау енді барған сайын осындай игрушка береді бізге. Керемет игрушка. Міне, мынау кеше соңғыда барған подаркымыз, Біздің үйде, 6 чемодан бар. 3-тен 9 чемодан бар. О чемодан бәрі дізіп қояйын деп. Мынау кешегіде барған. Мынау ең біріншіде біз Қытайға барғанда мынандай чемодан бар. Бұл міне Алмагүл Байманова деп атымызбен жазып берді. Бұл ең үлкен чемодан болды, Одан кейін екінші қара чемодан болды да, үшінші мынандай жасыл чемодан болды. Мынадан үшеу, мынадан үшеу, мынадан үшеу. Біздің үйде 9 чемодан бар. 6 постельный белье бар. Аллаға шүкір. Олында алудың өзі қаншама былай қарағанда құдіретті. 6 неге постельный белье қалай? Біз барғанда мынандай чемодандарға салып берді, үшеуден. Одан кейін балам Южный Корея, Японияға барғанда тоже өздері 6 неге постельный белье білесіңдер, 1 миллион тұратын постельный бельені бізге подаркаға берді. Мынандай компания бесплатно тегін барасың, еще подарканы үйіп төгіп береді. Ондай компания мен ешжерде көрмеген екенмін. Былай қарағанда, Енді кешегіде соңғы барғанымызда, Хайнянға барғанда, мынандай беттен істейтін массажер берді. Бұндай массажер мен үшеуін алдым. Жолдасым бар, жолдасым болған жоқ. Балам мен келінім бар. Үшеуі болды,
үш чемодан, қара чемоданмен. Кешегіде активатор клетка алып қайтты, тағы үштен. Да? Вообще керемет пакет, иә. Сондай нәрселер, былай қарағанда соны специально мен жаңа сап қойып жатқанмын. Иә. Мысалы, былай қарағанда мен қарапайым медсестрамын. Бір күннің ішінде 400 мың теңге тауып мен жандым да. Сол 400 мыңды қазір неге таппасқа деймін да, просто таппасқа. Қазір Багуа сауна деп ашыңдаршы, толып тұр да. А біздің кезімізде ондай результат болған жоқ, түгірін жемінде. Біздер результатты видеоға қосып қоямыз, сөздің шыңғы, қолымызда кескенде сотка болған жоқ. Неме, Samsung самый, білмеймін, бір нәрсесі бар, не істеп қалады, жаңағы толып қала ма, не істеп қалады, қатып қалатын телефон болды. Сонымен қосып тұрып, біздер видео шығарғанбыз. Мынаны күшті қылып түсіру керек, анау контент ету керек, сөйту керек жоқ бізде. Қоямыз сотканы, сосын анау результатын айтады, сөйтіп результат шығарғанбыз. Қалай болса солай шығардық та. Бірақ Алла тағала біз істедік, әрекет еттік. Қазір әрекет етуге ерінеді, үйге мысалы, енді мен не істемеймін, зумды тыңдауымыз керек, обязательно білімді болуымыз керек. Бірақ осындай кішкентай ғылым, білім болсаңыз жетеді. Біз ол жерде білімді ештеңемізде болған жоқ. Біздер білдік, сауна бүкіл халыққа көмектеседі. Қазір халық ковидтан кейін білесіздер ме, не болып жатқан? Ковидтан кейін аяқ қол сырқырайды, денеде толған аллергия, ұйқы жоқ қазір. Ковидтан кейін соның несі солай. Сөздің шынды керек. Адамның денесінің бәрі қазір жара толып кетті, жара көп. Жара нені кетеді? Міне, активатор клетка. Осы новый активатор клеткамен, қазіргі активатор клеткамен пайдалануға болады. Сондықтан бір нәрсені күтудің қажеті жоқ. Сендер ойлап жатқан адам қайдан келеді? Любой садақаға бір жерге барсаң, біреу ауруын айтады. Сол ауруыменен де сіздер сол садақадан 4-5 адамды алып кетуіңіздеріңізге болады. Не обязательно? Таңертең шагомер жасап жүресің бе, өзің шаг жасап жүргеннен өзіңнің нең шагомерің туралы айтып, өзің мына очкиді специально мен киіп шығамын. Сол очки туралы айтып, үйтіп, ана жүріп жүрген адамды сөйтіп өзіңізге қаратуға болады. Біздер Жадыра ханым екеуміз, даже біздер поликлиникадан алып келеміз. Поликлиникадан тізіліп отырады ғой, кемпірлер, апайлары отырады ғой. Сосын айтамын, не қажелеріңіз ауырып, аяқтарын қон, бәрін шыпырлатып алып келетін мен поликлиникадан. Зысып қойып тұрып істейтініміз. Неге? Өйткені адамдар ем іздеп жүрген адамдар көп. Көбінесе адамдар аяқтан жүре алмай. Бүйтіп қарасаңдар, көшеде кетіп жатқанда қарайсыңдар ма? Аяқтарын әрең басып, мына көпшіктерін әрең басып, кәдімгі елі жүріп. Просто барып қасына жасын сұрашы. Кетеді 50, 52, 55, 60 сондайда. Сосын айтасыз, сол кезде мен просто айтам да, просто біздерді адам шақырсаң, жоқ қой адам дейді. Адам мынадан жетіп жатыр, адам көп. Сондықтан адамды шақыру үшін де кәдімгі өзің эффективный болуың керексің да, өзің сол препаратты пайдаланып, сол саунаға түсіп, өзің эффекті алуың керексіңдер. Сол эффекті алғаннан кейін уже жұртқа айтқанда, қазір сіздің мынандай емес, әдемі қылып, фото түсіп, макияж жасап, әп-әдемі болып, кірпігіңді еріңді не істетіп, ол қазір роль не играет? Қазір как реально айту керек. Қалай болдың, солай айтуың керексің. Мысалы, қазір бәрі естественный жақсы көреді, былай қарағанда, естественный жақсы көреді. Естественно, кәдімгі өзің қалай натуральный қалайсың, солай айту керексің. Болды, все. Соны қалай, мысалы, очки қалай действить етті, соны айта салуың керексің. Болды. Қалай действие болды. Қазір жұрттар сенің анау жаңағы неме күшті қылып, эффектісін түсірген қажет жоқ. Қазір жұрттар кәдімгі как натуральныйды қарайды, Сондықтан қазіргі заманда просто чепток бар, Инстаграм бар да, мен сөздің шынында керек, контентальный директормын, бірақ менде енді чепток жүргізіп жатырмын, 150 адамдай болды. Енді аштым чептокты, Инстаграмды да енді жүргізіп жатырмын. Түгірін жемеңізде, өзім жаңа жүргізіп жатырмын. Онда да Анар ханым, Алмагүл ханым болды, сені кім таниды, кім біледі сені дегеннен кейін жүргізіп жатырмын. Мысалы, біреулер айтады, ой, компания
дейді. Жоқ, басында кіргенмен сен еңбек етпесең, Алла тағала бермейді. Біздің компания ең бірінші сауап, былай қарағанда сауап. Біздер кейбір кезде апа бата берші, әже бата берші деп, бір күні бір не айтады, батамен тамақ ішеміз ба, немене бүгін күн жағына бата алдық қой деген сондай моменттер болды да. Иә, батаны алдық, бірақ біз жоғарыға аспанға ұштық. Өйткені неге? Өйткені Алла тағала бізге именно мыналар әрекет етіп жатыр, мыналар саунаға түсіп күн жағына таңертең кешке дейін айтып жатыр, халыққа қызмет етіп жатыр деп жатыр. Қызмет еткеннен кейін Алла тағала қой істе, саған береді, үйіп төгіп береді. Біздер қазіргіде мысалы сағат 9-да барамыз, кешкі 10-11-ге дейін жұмыс жасаулар керек. Если осы глобал борт болам деген, Ана Тұрсынованың қасында тұрам десеңдер, Тәттігүл ханым сияқты болам десеңдер, сол жұмысты жасайды. Тәттігүл ханым бір ай Ақтауда, бір ай Атырауда, бір ай Ақтөбеде жататын. Содан жаңағы бір күні айтады дейді ғой, сенің өзің ауылың қай жақта тұрасың деп Тәттігүлге. Тәттігүл айтты, білмеймін, әйтеуір осылай Ақтөбе ма, Ақтөбеде де үйі бар, Алматыда да үйі бар деген сияқты. Білмеймін, екі ортада жүрмін, қай жақта тұрып жатқанын өзім де білмеймін деп айтатын көрінеді ше. Сосын Тәттігүл енді сетевой жасағаннан айқайлап сөйлемей ме, содан қыз айтады дейді, мама Ақтауға кетесің ба, кете берші деп. Ақтауға, Ақтөбеге кетсем, мама кетті деп қуанатын көреді. Үйде зум жүргізеді, осылай айқайламай ма? Сол кезде айтады, мама тыныштық берші деп, мамасы кетіп қалғанда құлағымыз тынышталады деп. Иә, содан мына Ақтөбеге келсе, келін айтады, інісі айтады дейді ғой, 2-3 күн шыда кетеді ғой деп айтады дейді. Айқайлап сөйлейді ғой, арқасы қозып кеткен кезде. Сол айтады, 2-3 күн шыда кетеді ғой қайнапаң деп айтады дейді. Сондай моменттер ғой. Сондықтан біздер, мысалы мен Оралда бір жеті боламын, солай келем ғой, кетем. Сол кезде мысалы былай қарап отқан кезде сондай әрекет ету керекпіз. Иә, когда әрекет етпесең, берекет болмайды, сөздің шыны керек. Мысалы мен постоянно мына Шолпан Рамазанова, да, пенсионер, мықты ұнайды Шолпан Рамазанова, да, қаншама жаста болса да өзі жас көрінеді да, былай қарағанда. Ол таңертеңгісін оның историясын айтып отқанда кәдімгі менің историям сияқты. Мысалы мен айтып отқанда біреуге менің историям ұнауы мүмкін. Мен де осындаймын деп. Мен бірінші кезде мен де бір осылай сөйлеп тұрған жоқпын. Шамалы өзімді өзім бір нәрсе деп қалама, біреуге бір нәрсе айтқанда бір нәрсе деп қалам екен, ана адамға айтсам ба екен, айтпасам ба екен, или үндемей кетіп қалайын ба, құрсын тағы сөз естіп қалам ба екен деген менде көп нәрселер болатын болды. Бірақ саунаға келген кезде осы Веда компаниясына ондай нәрсе миымда болмаған жоқ. Неге? Өйткені сауна любой адам хоть алсын, алмай ақ қойсын ол саунаны. Бірақ эффектті алғаннан кейін ол аузын жауып отырмайды, екінші адамға айтады. Біздер сарафанный радиоға біз жермен жұмыс жасадық, сарафанный радиомен жұмыс жасадық да. Бір адам алса, 2 адам сонымен келеді, ілесіп, 2 адам келсе, 3 адам сонымен ілесіп келеді деген сол сияқты біздер тасыдық, саттық та нені, саунаны. Сондықтан ол кезде саунаның айтып отырмын ғой, результат ешкімде болған жоқ. Біз өздерімізге істедік. Бірақ біздер қалай алдық, қалай істедік, бірақ сол результаттар кәдімгі момент келіп жатыр, автомат келіп жатыр. Вообще сөздің шындығы керек. Бір күннің ішінде мысалы 10-20 саунадан кәдімгі дізіп қоямыз да. Сауна еще таптыртпайды. Біз ана бүкіл Россияның саунаның бәрін бітіріп тастадық, саунаны келтіре алмай жатырмыз. Сауна тапшы болды. Содан мынау керек деген адамға жылып сауна дефицит, сөйтіп жүрген адамбыз. Баяғыда тоже очкилер дефицит болды да. Очки қазір топтыр деген сияқты. Очки дефицит. Сол сияқты саунада мықты дефицит болды. Бірақ сол саунаны короче 17 декабрь үлкен Ақтөбеде презентация жасадық. Презентация жасаған кезде енді Жадыраханың баяғыдан өзі жүдеу ғой. Кім Тәттігүл екеуміз жүдеп кеткенбіз ғой. Бақ болып кеткенбіз. Содан айтады, екеуің саунаға түсіп күшті жүдегенсіңдер дейді. Біз сауна арқалап жүдедік. Саунаны түсіп емес, иә. Содан бір история болды, үлкен история. Сол история айтып кеткен. Мына Қандыағаш деген ауыл бар бізде, район ғой Қандыағаш деген. 2
саунаны алатын, екі саунаны арқалап сол жаққа бардым да, базарына бардым. Екі сауна, білесің ғой, ол кезде мынандай кішкентай ғана несі бар, үлкендеу ол кезде, иә. Екі саунаны арқалап барды да ерексіп, анау жаңағы газелист па неге тастап кетті. Бір остановка бұрын ба тастап кетті. Базардың қасына апармады. Осы жерге тастаймыз деп. Оплата төлейін десем, жоқ, осы жерден түсіп қалыңыз. Мен әрмен қарай бармаймын деді да тастап кетті. 41 градус ыссы, 45 градус па, білмей 50 градус ыссы әйтеуір өртеніп тұр. Екі сауна, екі қолымда, еще сумкам бар ғой, өзімнің сумочкам болды. Сумкам кәдімгі. Сол сумкамды бүйтіп алдыма салып алдым. Екі сауна, екі жағымда. Базар жаққа қарай келатырмын. Күн өртеніп тұр. Кәдімгі біреу келіп, әй Алмагүл, қалай жағдайың десе, жылап жіберейін деп тұрмын ғой, ана өкіріп ше. Енді өште жағдайың қалай деп ешкім сұрайын деп тұрған жоқ. Жылап жіберейін деп тұрмын. Бір уақытта кірдім базарға. Үлкен колхоз рынок сияқты, рынок қой, соған кірдім, түсіндіріп айттым, үйттім, бүйттім. Короче, екі саунаны да сатып шықтым. 2,94-мен шықтым ғой, шықтым да уже манағы арқалаған, манағы жылайын деп тұрған түрім жоқ, нормально деп бүйтіп деп шықтым ғой. Бардым да жаңағы газельмен мініп алдым да Ақтөбеден бірақ келдім. Жаңағы содан қиындық көрсек та, уже сенің результатыңды Алла тағала төбеден қарап тұр да, 41 градуста саунаны арқалап мына жерден самайдан тер ағып келатқанды, сауна ол жеңіл болғанмен, бірақ екі сауна қара зілдей. Еще мына қолым дұрыс көтерілмейді, ауырады ғой енді әлі. Сонда екі сауна арқалап Алла тағала көрдің ба, сол кезде маған соны беріп тұр. Ол сауна енді өткізіп жібердік деген сияқты сонымен тарқылдап күліп шықты, мәз болып. Негізі кіріп бара жатқанда уже айтып отырмын, біреу алдынан шықса еңіреп жылап жіберейін деп тұрмын да, кәдімгі. Уже ой Алмагүл, қасқай не болды, мына қасқа күнің не болып кетті деп айтайын десе, мен жылап жіберуге дайын тұрмын. Бірақ енді өкінішке орай ешкім шыққан жоқ. Сөйтіп екі саунаны шығып, сатып, ақшасын алып, қақақа екі кетіп шықтым. Көрдіңіздер ме? Бір нәрсеге қиналсаңыздар, сол нәрсе болады. Өйткені біздер көбінесе өзіміз тежеп тастаймыз да. Мысалы, бір қиналып жатсаң, Алла тағала үйіп төгіп береді. Сондықтан, мысалы, неше миллион кредитіңіз бар, соны жабуға тырысыңыз. Мысалы, менде Форте банкіде сол кезде 7 миллион кредит болды да, Сольва банкіде 5 миллион кредит болды, Каспий банкіде 5 миллион кредит болды, Народный банкіде 3 миллион. Даже мен неше миллион кредит қай банкіде мен наизусть білемін. Өйткені мен бір жағынан математиканы жақсы көрдім, бір жағынан мен анандай кредит деген уже миымызға кіріп кетеді да, былай қарағанда. Математиканы жақсы білген адамдар көбінесе, даже кейбіреулер ойлап қалады, кредитті қай уақытта төлейтін уақытын ұмытып қалады деген. Мен кәдімгі түнде тұрғызып қойсаң да, таңертең тұрып, 16 күні, 22 күні, 28 күні, 1 күні, 4 күні, 5 күні, даже қазірдің өзінде мен қай уақытта, қай банкіде, қай числода төлеген кредитімді білемін. Сондықтан мына мидың ішіне кірген нәрсені жоқ қылуға тырыстым мен ше. Сөйтіп жүргенде сөйтіп Фортемді жаптым, Сольва банкімді жаптым, сөйтіп жүргенде әйтеуір енді былай төлесең бәленбай миллионға шығатын кредит қой, соны солай мен жаптым. Сондықтан біреуін жапқаннан кейін кәдімгі жеңілденіп қаласың, екінші жабасың, екіншісін жеңілденіп қаласың, үшіншісін жабасың, үшіншісіне жеңілденіп қаласың. Сөйтіп, қазір менде Құдайға шүкір, Аллаға везде депозит. Любой банкімде, короче, 10 миллион, 5 миллион, 20 миллион депозит. Аллаға шүкіршілік етемін. Өйткені менің арманым енді көбінесе менде көп жаздым жаздым. Өйткені мынандай дәптерлерге, короче, мынандай ешқандай клеткіш жоқ дәптерлерге сол арманымды жаздым, тілегімді жаздым, бәрін жаздым. Бірақ жайлап соның бәрі ат-тиді орындалды. Еще бір қызық, мен карта мечта істегенмін, ана жер үйде жүргенде істегенді да, сосын еще залға қойып, кухня қойғанда, кухняда бәрі күлген, прикол ұстады. Мен түсінбеймін оны, сетевойға ойға енді келіп жатқан, сосын не күлесіңдер деді. Оказывается, ол Испанияда тұру керек екен да. Мен кухня қойып күлген. Оказывается, күлсе желание орындалады екен.
сол кезде тек ана үйден көшіп жатқанда сол карта желанием қалып қойды, бірақ есімде қалды. Сонда мына Турцияға барғанда Гүлбану Обайчанова ғой, сол бәріміз Диснейленд ма анау Турцияда, соған барған кезде сол менің картамда, карта желаниемде болды именно. Өйткені мына карта желаниеде рисованияның бетіндегі балдардың мынандай не істеп сол неде түсіп жатқан суреттерін біздер салғанбыз. Сол кезде сол недегі нәрсе болды. Сондықтан бүкіл карта желаниемде не болды? Доллар, евроны жаздық, сосын Дубайды не істедік, Таиландқа бардық. Сосын тағы бір не бар, енді ол да лайфхак болар сіздерге. Менің балам көп шетелдерге барды да, Вьетнамға барды, Дубайға барды, білмеймін, бүкіл елге барды ғой. Америкада болды, Африкада болды, Малайзияда болды. Сол барған кезде постоянно мынандай жаңағы бат нелер болады ғой, сондай ақшалар қалады да, дирхам бар емес па, солар қырғын ақша алып келді да, мен столдың астына қойып қойдым соны. Мен осы бүкіл жерге барам деп ше, иә, мына шай ішетін стол бар ғой, соның астына қойып қойдым. Иә, қазір не істеп жатсам әкеліп көрсетемін. Соны бүкіл ақшаны салып қойдым. Нанасына ма дилхам, Дубайдікі да, Дубайға бардым. Содан кейін бат бар ішінде, батқа бардым. Одан кейін жаңағы не бар, юан бар, Қытайға бардым да. Енді ішінде Вьетнамның ақшасы бар, Тәжікстанның ақшасы бар, сосын Қырғызстанның ақшасы бар. Әйтеуір бір 10 шақты мемлекеттің ақшасы бар ішінде. Сол мемлекеттің бәріне барып жатырмын. Былай қарағанда 11 шет мемлекетке бардық дедік қой. Сол мемлекет ақшаға жаңа желаниеменен столдың астына қойып қойғанмын. Сосын күйеуім айтатын еді, жолдасым бір қиялы ма несің деп күлетін еді ше. Сонда айтатын, мынаның бәрі орындалып жатыр дейді. Бүйтіп просто бір күні ол орындалып жатқанда білмейміз ше. Мен айттым, осы ақшаны қарайық деп қалсам, ішінде жаңағы Дубайдың дилхамы да бар, бат та бар, юан да бар, Қытайдың ақшасы. Сосын тағы Турцияның несі бар. Сонымен бүкіл ақшалар бар екен ішінде. Мә деп ана мечтаның бәрі орындалды деп тырқылдап күліп жатырмыз да. Сондықтан андай 1500 баттар кішкентай қалып қояды ғой, енді ешқандай іске аспайтындардың бәрін жинап толтырып шай ішетін столдың астына қойып қойдыңдар. Сол мемлекетке бәрің барасыңдар. Иә. Мен оны сол балам Америкадан келгеннен кейін бәрі қойып қойғам, ол компания кірмей тұрып қойып қойғам, соның бәрі менде орындалды. Иә. Көрдіңіздер ме? Когда не қалайсыңдар, сол орындалады. Сондықтан шамалап әрекет ету керек, қимылдау керек. Адам қимылдаған сайын Алла тағала береді. Сіз мысалы, мен 30 жыл медсестра болдым да, таңертең 24 сағат жұмысқа барам да, таңертең 8-де жұмысқа барам, кешкі сутка жасаймын да, 24 сағат сутка жасаймын. Ертесін сағат 8-де шығам да, 24 сағат мен әйтеуір энергиямды бөліп, сояқта түнімен күнімен сутка жасау оңай емес, иә. 24 сағат жұмыс жасап, сол жерге энергиямды бөліп, больнойларды қарап, түнімен ұйықтамай, әйтеуір аман есен больнойларды алып, жаңағы тапсырасың ғой, енді өзің сменің тапсырасың да, былай қарағанда. Сөйтіп еңбек еттік та, былай қарағанда. Сол еңбекті неге мына жерге істемеске? Саған таңертең 7-де келіп, ертеңгі сағат 7-де офистен шығып деп жатқан жоқпыз ғой. Былай қарағанда, неге еңбек етпеске? Когда еңбек етесің, соның дәмін көресің. Еңбек етпей, ой, бүгін кешегіде Ырғызға бардым да. Ырғызға барғанда не деді? Бір күн ішінде 60 садақа болып жатыр, 60 үй шақырып жатыр, 60 үй шақырып жатыр. Кішкентай ауылға 60 үй шақырып жатыр. Содан таңертеңгісін 4-5 адам, 4-5 емес, 15 шақты адам кіріп кетті да. Короче, ана үйде ана шақырып жатыр еді, келіп кетейік деп еді, не болсын, қабыл болсын садақаларың деп бәрі бір-бірден келіп кетеді. Мен өзім тумамда да, жаңағы Қайранның тумасында да, қайын жұртымда да екі жақта садақа болды да. Былай қарағанда бір ауылда сондай нәрсе болып жатыр да. Былай қараған кезде ауылдың бизнесті тыңдамақ түгіл, знаете, тамақ ішуден қолдар тимейді ғой, тамақ ішуден қолдар тимейді, сөздің шындығы керек. Былай қараған кезде жировой гипотироз барады да, бәрі неге барады, қаяққа барады, Ташкентке барады. Одан қазір неге барып жатыр, Индияға барып жатыр да, тазалану үшін. Былай қарағанда тазалану үшін Индияға барып жатыр.
Ташкентке барып жатыр. Қонақты шақырады, садақаны шақырады, бәрін істейді да, бүкіл күнде ет қой енді. Неше 3 күн, 4 күн болды, 4 күнде 2-2-ден 8 рет ет жедік па, сондай ғой, иә. Қараңыз, иә. Мен оның болмасын деп жатқан жоқпын. Болсын, бірақ немес мықты, енді білмеймін, мықты енді тойды да мықты жасап жатыр енді. Мұғайым бір жас, анау 45 жылдық, 10 жылдық, 20 жылдық, 25 жылдық, 5 жылдық, 10 жылдық. Просто ренжімеңіздер. Иә. Тап адамның зиянды нәрсе келген кезде, сол ақшаны денсаулыққа қимайды. Тойға жібереді, анаған жібереді, денсаулыққа өлдім қимайды. Когда сенің денсаулығың кеткеннен кейін сен не істей аласың? Денсаулығың кетті, жағдайың жоқ. Мен мысалы 50 жасымда уже денсаулығым кетті, аварияға түстім, инвалид болдым, 2 қолым вообще көтерілмейді. Инвалид болдым да, 2 группа инвалид болдым. 2 қолым көтерілмейді. Менде печень застой, желчь застой, хронический панкреатит. Мен не істедім? Инвалид болып үйде отырдым. Если осы Веда компаниясы мені саунаға, массажерді істеткізбесең, мен солардың қатарында инвалид болып отырар едім да. Мысалы, қаншама адамдар бар қазір инвалид. Инвалид аспаннан түспейді, түгірін жемеңіздер. Инвалид, мынау инвалид деп істемейді. Инвалид өзіміздің тамағымыздан күндегісін. Таңертеңгісін жүрмейміз, ұйықтаймыз, екіншіден күн жағына 2 мезгіл, 3 мезгіл етті жейміз, қонағы бар, тойы бар, қалмаймыз тойдан. Мен бұл компания жасағанда, енді Анарда да сондай история болды, менде де сондай. Мен 1 жыл бойы тойға барған жоқпын. Түгірін жемеңіздер, тойға барған жоқпын. Тойға тек ақшасын салып жіберем. Кеше жеңгем айтады, 2 ініңнің тойына да келмедің ғой дейді. Кеше бардым, ойбай, қалайсың деп ше. Сонда 2 ініңнің тойына да келмедің ғой дейді. 2 інімнің тойына да келмесем де ақшасын беріп жібергенбіз деп сөйдедім. Бердің, білем ғой деп қояды. Білем ғой деп қояды да. Сосын мен айтамын, мен сол кезде бизнес жасап жатқанмын. Мен бизнесімді тастап, мен сен бір тойыңда 200 адам келді, 200 адамның бір адамы болғым келмейді. Мен қазір борт директор болғым келеді. Кәдімгі әлемде сценада тұрғым келеді. Мен 2-нің бірі болып жүргім келмейді. Былай сөздің шынында керек. Жақсы, бір тойға бармадым, мені елеген жоқ. Мен зато, знаете, товаровод істедім. Сондықтан каждый раз сіздерге айтам, бұл өзіміздің бизнесіміз деп қабылдаңдар. Это мой бизнес, менің еңбегім бұл деген сияқты. Еңбекті сол салпылдап 20 жыл, 30 жыл жасайын деп отырсыңдар ма? Еңбекті 2 жылда тапап тастау керек. Бүгіннен бастап 10 адамыңды шақырып, неңді беріп, бүгіннен бастап істесең, 1 жылдың ішінде ты тоже будешь амбассадор. Сол жерде глобал директор боласың. Былай қарағанда, сосын өзің состояниеңді көтеріп алғаннан кейін елдің бәрі саған келеді. Ал жақсы, садақаңа бар, тойыңа бар. Енді өлген жерге мен бардым. Енді өлімнің күшті емес, бәріміз де өлеміз ғой, о дүниеге кетеміз. Мен садақаларды үзген жоқпын, бардым. Енді біреу қайтыс болып жатса, обязательно бардым. Өйткені енді өлімнің жолы ауыр. Мен бардым. Мен бәрін ұмытып кетіп кетіп, тумалар керек емес деген жоқ, мен бардым, действительно. Тумалармен WhatsApp-тан сөйлесіп отырдым. Сол сияқты мен сендердің ойбай 100% істе демеймін, просто шамалы эффективно істеу керек. Мысалы, тек әшейін бесік той, жаңағы немен еді, ананың 15 жасы, ананың 20 жасы, 25 жасы, 35 жасы, 45 жасы, 50 жасы. Сонда бір ағамыз айтқан, Қасқа, сен 50-сі қалып қоятын шығардың, 50-сі қалған жоқпын. Қазір менің тумаларым, Алмагүл қай уақытта демаласың сен? Алмагүл ауылда қай уақытта боласың? Мен не жасайын деп едім, садақа жасайын деп едім. Алмагүл мен жаңа 60 жасым жасайын деп едім, Алмагүл ауылда боласың. Алмагүл біз тойымыз жасайын деп жатқанда, Алмагүл ауылда боласың ба? Мен қазір календармын деймін ба? Сондықтан өздеріңді авторитеттеріңді өсіру үшін өздерің әрекет етулерің керексіңдер. Когда әрекет етсеңдер, әрекеттің түбінде берекет бар. Мына айтады ғой, сен өзіңнің елің үшін не істедің? Өзің елің үшін не істедің? Мен сол сұрақты бәрімізге қоямын. Елім үшін не істедім деп қой. Мен тупаница жасадым, дөрекілден дәрілерді тараттым, болды, басқа ештеңе істеген жоқпын осы уақытқа дейін.
үкіметтің жұмысын 100% орындадым, болды. Ал маған қазір не істедің десең, мен 40 халықтың денсаулығын түзедім саунамен. 40 халықтың активатормен бүкіл жараларын, бүкіл ауруларын емдедім 100%. Био 40-ын емдедік. Сөздің шындығы керек. Міне, соевый пептид деген бар. Міне, Ташкентке да, ойбай, Индияға да бармай ақ қойды мына соевый пептид ішіңдер. Мен бұны 1 жылдан бері ішіп келатырмын. Соевый пептид мына ішектегі майларды кетіреді, сосын мына өттің жолдарын жықыты бәрін тазартады, оны қазір түсіндіріп айтамын. Сондықтан қараңдар, мен сондай қызмет еттім. Мысалы, қаншама адамның финансовый жағдайын дұрыстадым. Қаншама адам кредитін жапты менің арқамда. Қаншама адам тойын жасады менің арқамда. Қаншама адам құдалығын жасай алмай жүрген, 5 жылдан бері бір құдалығын жасай алмай жүрген адам менің арқамда осы компанияда 100 очки сатып, бүкіл құдалығын жасап, бүкіл тойын жасады. Орал қаласында. Солай каждый день, мысалы, менде партнер жетеді. Мысалы, біреу өзінің емін іздей алмай жүр, маған келіп 1 күннің ішінде, 2 күннің ішінде лечениені алады. Сен бүкіл продукцияны айғанда уверен айтуың керексің. Ол солай көмектеседі деп айтып еді дегенді айтпайсың. Мынау саған 100% көмектеседі деп айтасың. Өйткені неге? Біздерде бұл аптечный нәрсе емес. Бұл деген кәдімгі сертификаттан өткен, кешегіде Алматыдан өткенді айтты ғой да. Бізде бүкіл сертификаттан өткен уверен айту керек. Біз заводта қалай жасалғанын бәрін көрдік. Именно оның ішінде қандай ингредиент бар екенін көрдік. Біреулер мысалы зумға қатысады, зумға қатысқан кезде мына ерінбей, мына біздің продукцияны 2-ақ күн жетеді сендерге. Изучать етіп алыңдар. Сосын таңертең ерінбей зумға қатысып, не айтады екен, не қылады екен, соны көріп алыңыздар. Содан кейін изучать етіп болғаннан каждый день сондай информацияны осылай зумда осылай беріп отырсаңыздар, WhatsAppта беріп отырсаңдар, бәрі сізге сенеді. Уверен айту керек. Көзіңді бақырайтып тұрып, 100% қылып айту керек. Сендер, білмеймін, сауна жақсы деп айтады, білмеймін, жақсы сияқты. Активатор, білмеймін, менің апам айтып еді, күшті көтіпті құлағына біріне, олай емес. Көзіңді бақырайтып тұрып. Бұл активатор бүкіл неге ем, бүкіл жараға ем, псориазға ем, уверен айтып. Ал саунадан істейді, баго сауна, сырқыраған жердің простатитті көмектеседі. Бүкіл ер адамның қолына да, энергиясына да көмектеседі. Қолы сырқаса, қолына көмектеседі. Аяқ сырқаса, аяққа көмектеседі. Мысалы, артроз, артрит деген аурулар, солардың бәріне уверенно кәдімгідей не істеп тұрып айтты. Не обязательно медицинский образование білудің қажеті жоқ. Просто 1 күн, 2 күн анан актүйді оқып алыңдар да айта беріңдер, болды. Мен 10 жерде медицинский образование болған менен, енді былай қараған кезде айтып отырмын ғой, мен өзім жағдайымды айтып отырмын да. Медицинский образование бол, керемет врачтар бар, дымда білмейтін врачтар бар. Отыр, тупо врачтар отыр. Сөздің шындығы керек. Сенде ана компьютерде не шығады, соны жазып береді. Даже препараттың атын да білмейтін врачтар бар. Сөздің шындығы керек. Бүйтеді ғой. Сондай препарат бар ма деп кейбір врачтар таңғалады. Мен ол врачтардың бәрін жамандайын деп отқан жоқпын. Врачтардың білімдісі де бар, білімсіздігі де бар. Білімсіздік врач ол адамдардың бәрін қандай жерге апаратын білесіңдер да. Сондықтан каждый день мен сендерге айтам, каждый день саунаның қасиетін, активатордың қасиеті қазір, мысалы, не ғой? Біздің приборлар ғой. Мысалы, сіздерде мынандай болды, мынандай жағдай болды. Мысалы, сіздер мықты, қатты грипп болып ауырып тұрсыздар да, қатты. Міне, соевый пептидті удвоение дозымен ішіп алыңыздар да, активатор клеткамен жұмыс жасап жүргенде болды, кетіп қалады. Міне, өйткені біздің компанияның ең құдіреті қара. Бізде аппараттар көп. Вентум аппараты номер 1 Вентум, Мен кәдімгі Вентум аппаратты, кәдімгі, знаете, қалай жақсы көрем, даже не знаю, бүкіл микробтың бәрін өлтіреді, іштегі вирустың бәрін өлтіреді да. Саунадан кейін Вентум аппаратта, мысалы. Сондықтан біз мынандай паста роза, соевый пептидті беріп отырып, өзіміздің аппаратымызды ішіне тығып жатырмыз да, өзіміздің аппаратымызға 10 күн Вентумға түсіп, мына паста розаны боржомиға салып ішіп, или былай ішсең де көмектеседі. Мына
кишечникті дұрыстайды біріншіден, сосын іштегі висцеральный жирді 100% кетіреді. Висцеральный жирді кетіру үшін не істеп жатыр біздің неде білесің бе? Висцеральный жирді үшін іштегі майға операция жасап жатыр. Іштегі майды алып тастап жатыр, операция жасап жатыр да. Сосын тоқ ішекті алып тастап бір ішек қылып прямой кишечниктен прямой кететін қылып жатыр да, оны да операция жасап жатыр. Керек емес, не істейсің? Алла тағала саған ішектеріңді берді ма, нормальный қылып, висцеральный жиріңді нормальный қылып берді ма, нормальный болды ма, сол висцеральный жиріңді вентум аппаратымен осы розофохомен кетіруге болады. Ударный дозамен ішесің. Мынаны бір күнде, екі күнде біреуін ішсең де дымда да болмайды. Розофохотны. Сондықтан кишечниктерін тазартып, вентумға түсіп, просто бізде, знаете, когда біздер келатқан кезде бүкіл денемізді тазарту үшін бізде аппарат бар да. Аппаратты пайдалана отырып, бізде бүкіл витамин бар жетеді. Мысалы, мен мына нені мықты жақсы көремін, соевый пептидті, кәдімгі люблю деген сияқты, сондықтан аппаратты пайдалана отырып, өзің соевый пептидіңді, сансыңды пайдалана отырып, сен өзіңнің денсаулығыңды 100% қылып отырып, сен кәдімгі уверенно қылып айтуларың керексіңдер. Уверенно. Енді былай қарағанда маркетингпен жұмыс жасайтын адамдарда маркетинг бізде бинарный да. Бинарный маркетингте қимылдадың ба 100 000 теңге түсті, қимылдадың ба 100 000 теңге түсті. Енді біздерде көбінесе істейміз, қазір көбінесе бинар аламыз $40 да. Просто каждый день сенің командаң мощный жұмыс жасап отса, кем дегенде 5-4 бинар түсіп отырады да, 4-5 бинар. 4-5 бинарың уже саған каждый день, мысалы 200 000 теңге ақша түсіп жүр. Күніне түсіп жатыр. 100 000 теңге күніне түсіп жатыр. Сондықтан сен сол үшін соның, мысалы сіздер бір жерде бизнес жасап жатсыңдар, үлкен бизнес. Сіздер кетіп қалсаңдар, бизнес үшін тоқтап қалады. Сетевой маркетингтен ең жақсы сіз қайда болыңыз, через онлайн жұмысыңызды жасап отыра бересің. Кеше мысалы Қытайға кеттік, Қытайға барып жұмыс жасадық та, Ырғызға кеттік, Ырғызда жұмыс жасадық. Сондықтан бір телефоның болса, бүкіл жерде жұмыс жасап отыруға болады. Не обязательно ол саунаға түсіріп, ананы түсіріп, мынандай қылып, информацияңды беріп, біреудің результатын беріп, негізі информация берген кезде адамдармен видеомен шығып сөйлесіңіздер. Өйткені WhatsApp-қа жазып едім, ана видео айтып жоқ. Уверенно, WhatsApp-та не видеоға шығыңызшы деп, сол видеода кәдімгі уверенно, кәдімгі көзіңді бақырайтып тұрып, очкиіңді киіп тұрып, кәдімгі уверенно, сенімді түрде айтсаң да, элементарно мына кішкенде пасторозаны айтсаң да, мынау кишечник тазартады, алиосахарид бар, бифидобактер бар, лактобактер бар, 12 метр ішек тазартады. Жаңа туған баладан, кішкентай баладан үлкен кісіге дейін болады. Запорларды күшті кетіреді. Соны уверенно айтқан кезде ана адам сізге құлайды. Өйткені неге? Ол адамда мүмкін сол запордан кете алмай шығар. Мүмкін денесіне аллергия, жара көп шығып жатыр. Сондай нәрселер көп болады да. Сондықтан бұл бизнесті уверенно айту керек. Мысалы, қазіргі нәрседе айтып отырмын ғой. Әдемілік өтпейді. Как реальный керемет өтеді. Былай қараған кезде. Сондықтан менде негіз босанды, менде опущенный маткот. Опущенный маткот, енді жұрттар мына нелер айтады ғой. 65-те, 70-тегі әжелер болады да. Ойбай, матчамыз тұрпай кетеді, үйтіп кетеді, бүйтіп кетеді, қимылдасақ шығып кетеді, үйтіп кетеді. Мен ондай состояние 40 жасымда болды. Неге? Өйткені айтып отырмын, егіз босандым, опущенный маткот. Қимылдасам, мен сосын қатты билеген кезде тоже сөздің шындай. Мен прокатқа келген кезде бүйтпін ғой. Это мое деді. Негізі бірінші бір саунамен арпасып отқанда вообще прокатканы көрмегенбіз. Прокатканы біз 2 айдан кейін барып көрдік. Саунаның кайфын көріп болғаннан кейін барып көрдік біздерше. Содан ненің прокатканы салған кезде бүйтпін ғой, мынау бізге арналған прокатка екен деп ше. Өйткені мен бір тойға барсам, 2 Наталья салып барам. 2 Наталья салып. Секіріп билегенде, білесіздер ме, мачат шығып кетеді. Өзіңді ыңғайсызданасың. Сондықтан 2-3 салып барам.
қазір құдайға шүкір, Аллаға шүкір, шүкір, мыңда бір шүкіршілік етемін. Веда компаниясына, мен даже айтамын ғой, көбінесе Веда компаниясына байға шықтым деп айтамын. Иә? Сол нені салып жүріп, прокатканы салып жүріп, мен өзімді 100% емдеп шықтым. Мен айтамын, опущенный матка болды, сосын түрлі женский аурулардың бәрін 100% сол бір прокаткамен жазып шығардым. Қазір секірмек түгіл, жаңағы аспаннан секірсек те ондай нәрсе жоқ деймін ба. Сондықтан менің басымнан бәшейіма дейін бүкіл болезнь болды. Сол болезньнің бәріне мен 100% айықтым. Аллаға шүкіршілік етемін. Осы Веда компаниясын алып келіп, Тәттігүл ханымға, сосын өздерің спонсорларыңды өмір бақи мақтап өтіңдер. Қандай болсаңдар спонсорларыңды мақтаңдар. Спонсорыңыз сізді осы компанияға мен Тәттігүл ханым шақырмағанда, мен қаяқта жүреді екемін деп ойлаймын. Спонсор ол сенің мамаң, папаң, әке шешең. Әке шешең никогда выбирать етпейсің. Ой, маған басқа әке шеше керек еді деген жоқ. Менің анар әжем, мамам Тәттігүл ханым, папам Нұрланбек деймін бе. Сондықтан папаларыңды, мамаларыңды жақсы көріңдер, спонсорларың жақсы көріңдер. Спонсорларың не айтты, соны орындаңдар. Не айтты, соны орындаңдар. Ал спонсорларың болмай қалып жатса, жоғарыда әжелерің айтқан тыңдаңдар. Енді әжелерің айтқан тыңдасаңдар, тоже құр болмайсыңдар. Мысалы, көбісін енді басқа компанияға кетіп қалады, или жаңағы спонсорларды басқаша жұмыстары болады, жаңағы басқа жерде жұмыс жасайтын болады ғой, сондай болады. Сол кезде жоғары жағындағы мама қылып алыңдар да, сонымен жұмыс жасайсыңдар. Сосын спонсор қалай айтты, нені айтты, соны тыңдауларың керексіңдер. Спонсор, мысалы, әке шеше, мысалы, сен балаға жамандық ойламайсың ғой, сөздің шындығы керек та, не? Спонсорың саған ешқандай жамандық ойламайды. Сен қимылдаған сайын спонсорың былай қарағанда сонда нәтиже алады да. Сондықтан спонсорың не айтты, соны орындауларың міндеттісіңдер. Сосын сөздің шындығы, сол спонсорды сата білуің керексіңдер. Мысалы, мен Тәттігүл ханым, Ана ханымды сатам. Сол сияқты надо ее продавать. Әдемі қылып жеткізіп алып. Мен мысалы Жадыра ханым сатам, Айгүл ханымды сатам, өзімнің адамдарымды сатам. Сатып үйренулер керексің. Олар қандай результат көрсетіп жатыр, сол результатты көрсетің. Сосын қандай мероприятие болады, соған кел, зумға шығыңдар. Не істейсіңдер? Сол тамақ, сол үй, өмірі таусылмайды. Үй деген, үйдің шаруасы таусылмайды. Кіріңнің таусылғанын көрді ма? Таусылмайды. Шаруа таусылмайды, тамақ істеу таусылмайды. Вообще зум деген нәрсені жібермеңдер. Кешке қарай зум деді ма, не айтты спонсор, соны орындаңдар. Кіріңдер да тыңдаңдар. Не? Біреуден бір әсер болады. Мысалы, сенің сөзің жүрмей жатыр ма, сенің ертіп келген адамға менің сөзім жүріп кетуі мүмкін. Өйткені ол да мен сияқты медсестра шығар. Ол да мен сияқты адам шығар. Мүмкін өзінің жолын таба алмай жүрген шығар. Мені көргеннен кейін ол оянады. Сөзінің шындығы керек. Мен ең бірінші неде келген кезде Ахметбек Нұрсила деген бар ғой. Сол үлкен бізде немет жаңағы филармонияда болды да, мен сетевойға келген жоқпын дедім ғой. Содан медсестрам біреу айтады, жүр, просто барайықшы деп алып барды. Сосын айтты, қазір күшті барсаң, мен қайтарда күшті бір нәрсе алып беремін, мен саған деп барды, бір подружкам ертіп бардым. Анау жоғарыда отырғанмын ғой, менсінбей, Құдай-ай, үйге барып қырған шаруам бар еді деп ше. Бір уақытта қарасам, көзімді ашып қалсам, ең бірінші отырмын ғой, алдында отырмын. Просто мен туралы айтып жатқан сияқты болып кетті ол кісі ше. Сөйтіп сондайдың сабағына қатыстық та. Сондықтан тыңдаңыздар. Мүмкін сізге керек нәрсесі болады, де? Мысалы, Шолпан Рамазанова осы бір зумда шыққан кезде, прямо менің бір спонсорым, ойбай, менің бір партнерім істемей жүреді. Ана Шолпан Рамазановна, мама кәдімгі қалай айтты, керемет айтты деп есі кетіп, кәдімгідей мені уже тыңдап жүрген, уже мен тыңдағанда ему надоел болған шығармын мүмкін ше. Ананы айтқанда уже ананың сөзін айтқан кезде уже ананы жаттап алған. Сөздің шындығы керек та. Мә айтып атқанда көрдіңіз бе? Сіздің сөзіңіз жүрмесе, менің сөзім жүреді. Сол басқа адам сөзін тыңдайды. Тумаларың сен айтқан тыңдамайды ғой.
иә. Мысалы басқа адам айтқанын айтса, уже оны тыңдайды, құлаққа түреді, солай ма деген сияқты. Сондықтан жалықпаңдар. Сосын мен айтатыным, ең күштісі соңында қалады. Ең күштісі былай ғой. Біздің компания, мен бар ғой, информация беремін ғой, шын айтайын, иә. Кірмейін деп айтатын. Кірмейін деп айтқан адамды көрген. Андайсыздар ма? Ал жүректерін жарып кетіңдер. Кірмеймін, жоқ, кірсін, керек емес. Бұл компания маған ұнамайды деген адамды көрген жоқ. Ұнамайды деп адам айтып көрген. Хоть кірмесе де, хоть бір очки, бір прокатка, бір пипти сатып алып кетеді. Менде бір негатив айтқан адамды көрген жоқ менің компаниямда. Иә. Болды енді кезінде Арифлейм нелер жасағанда, ой, қойшы, ол Арифлейм ба, MBA ма деп айтатын еді. Мен просто өзімнен өзім өткіземін. Мысалы, көбісі айтады ғой, бір нәрсе отказ алдық. Ол отказ алғанда өте керемет нәрсе. Бірақ мен Веда компаниясынан ешқашан бір отказ алып көрген жоқпын. Ал жүректерін жарып кетсе. Мен никогда отказ алып көрген де жоқпын. Енді бір моменттер болады. Ой, ол очки ма, бір нәрсе деп айтады деп сөйтеді. Бұл очки әркімге әртүрлі көмектеседі. Сізге, значит, көмектеспеген сияқты деген сияқты. Сондай моменттерді айтасың да. На самом деле сендер өздеріңе уверенно қылып, кәдімгі күшті, керемет аттиды айтсаңдар, сендерге ешкім ештеңе демейді. Ойбай, көп сөйлеп кеттім бе мен? Анар ханым, не. Сондықтан бұл компанияның ең кереметтігі сол. Мен де айтып отырмын ғой, сондай отказдар болмады менде. Анар ханым, сұрақтар болса жауап берсін. Иә, уже уақыт болды, нормально, бәрін уақытылы айтып келе жатырсыз. Сұрақтар болса, онда жауап беруге дайын. Алмагүл ханым, қыздар, қол көтереміз тек. Қол көтеріп, сосын микрофонды қосамыз. Егер сұрақтарыңыз болса. Аха, Лиза Даулетовна, давайте. Лиза Даулетовна. Кеш баршаңызға. Менде сұрақ емес. Мен көп рахмет айтайын деп отырмын Алмагүлге. Алмагүлді ең алғашқы мен Қытайдың аэропортында Дубайдың аэропортында кездестірдім. Ең бірінші өмірімде бірінші рет сол жерде кездесіп қалдық. Мен қызым менен артымнан Дубайға ұшып келді. И Алмагүл, оказывается, сол самолетте болған. Содан бастап уже танимын Алмагүлдің кім екенін. Енді тарихын қанша рет тыңдасам да, күнде жаңадан тыңдап отырған сияқтымын. Бүгінгі айтқан лайфхактардың бәрі тамаша, керім. Енді адамдардың барлығы кірді деп айта алмаймын, командамның адамдары, бірақ керекті дүниелерді өте көп айттың. Рахмет саған. Рахмет. Жұмысың ары қарата өрлей берсін. Рахмет, сізге де рахмет. Керемет, рахмет. Келесі енді Айнагүл ханым. Кеш жарық, серіктестер. Мен енді, как всегда, бір рахмет айтпасам отыра алмаймын. Өте керемет. С опозданием, правда, кірдім. Ұмытып кеттім, ана Гүлшара ханым айтқан еді. Бүгін дейтін Алмагүл ханым не зумда болады деп. Уже. Өте керемет. Бәрі дұрыс айтып атқанның бәрі. Өзі жанып тұрып айту керек, да. Но білмеймін енді. Мен айтып атырмын, но походу не так говорю, что ли, не знаю. Алла тағала естиді, айта беру керек. Айта беру керек. Айтып атырмыз, әйтеуір, работаем, әйтеуір. Шүкір Алла деп ойлаймын, бәрі, наверное, сею семена, ертең күндері, сосын ертең урожай собирать етем ба деген ой бар, әйтеуір. Алла тағала тек соған нәсіп етсін. Енді тек Москваға дайындалу керек, но Москваға тоже хочется уже, хватит уже. Қытайға без результатны болсам, Москваға хочется с результатом поехать. Алла тек сендердің жолдарын берсін, бастаушыларға, бастап келатқандарға, қосылып атқандарға, әйтеуір тек нетпей, жаңағы шаршамай, алға тек мақсат арман қойып, тек жұмыс істей беру керек. Аппараттардың бәрі өте керемет, өте вообще, просто слов нет. Бірнеше рет өзім грипповать етіп ауырдым. Тек қана активатор клеткаменен за один раз емделіп кетіп жүрдім. Могу один секрет рассказать. Кешегіде Қытайға барғанда
самолетта меня продуло походу. И енді түскенде Гүлшара ханым нетті, қарсы алды, там ничего нормально было. Но на второй день у меня уже недомогание было. Хорошо, мен өзіммен бірге жаңағы продукция это бір нәрсе гель бар емес пе бізде? Антибактериальный. Антибактериальный гельдің бірақ шприці қалған екен, и то басталған. На всякий случай ала шығып едім. Соны мұрныма да тықтым, аузыма да тықтым, соныменен сосын палантинді өзімді орап жүрмін. Жұрттың бәрі айтады, сен ысымайсың ба? Палантинді неге киіп алдың, неге тастамайсың дейді. Ну не буду же говорить людям, что-то меня продуло. Тогда начнут все пугаться же. Сонымен когда слегка аллергия, что ли, что-то не то вот. Дедім, сонымен дейтін, незаметно кетті ғой прям дейтін. Антибактериальный гель, палантин и все. Ана мен іздедім, кімде активатор бар екен деп. Может быть, помните кто-нибудь, что я когда искала? Да. Бір рет өзімді нетіп алайын деп едім, ол менен таба алмадым. Ну, сонымен хорошо, өзімен бірге спирулин алып шықтым. Күніне 10 штуктан іштім. Бірінші күніне 10 штук, екінші күніне 10 штук, одан кейін күніне 10-10-нан 30 штук іштім. Сонымен дейін вообще незаметно кетті ғой, прям дейін, керемет вообще. Продукция не только продукция, палантиннің өзі қандай керемет жұмыс істейді. Бәріне соны айтам вообще. Антибактериальный гельдің қалай жұмыс істейтінін, палантиннің қалай жұмыс істейтінін, активатор клеток вообще супер аппарат. Вообще барлық продукция, бүткіл аппараттардың бәрі өте тамаша. Рахмет сіздерге. Мен вообще қуаныштымын, Гүлшара ханым. Селкіні сұрай қойып едім, жүгіріп келіп, бүкіл продукцияны маған көрсеткен, мыңда бір рахмет айтамын. Осы менен дейтін дару клиникада врач емдеп жатыр дегенге, действительно, правда, действительно емдеп жатыр ма? Я емдеп жатыр деп, прям так уверенно она сказала, что я сразу же расклеилась. Онда мен сразу осыны алам дедім, с первого раза сразу. И до сих пор я довольна и рада, что мен сол активатор клетканы алып, и бастап қосылып кеткеніме. Мыңда бір рахмет Аллаға, мыңда бір рахмет Гүлшараға, мыңда бір рахмет Алмагүл ханымға, и мыңда бір рахмет айтамын Марина ханымға, которая компьютерный диагностика жүргізетін. Это просто как ясновидящий сияқты айтады ғой, вообще прелесть, супер прям. Молодцы, қыздар, вообще. Я вас люблю, обожаю, благодарю за то, что вы у меня есть. Я очень рада, что я с вами связалась. Ой, рахмет, Айнагүл ханым. Ой, сіз енді сөйтіп бәрін Анар ханым, жировой гипотиреозға не ішуге болады? Вентумға түсесіз, бір ай. Мына сұрақтар қойғанда маған. Пептичес утром и вечером, пептичес, содан кейін вентумға болады. Гепатоз болар, да, Алмагүл? Жировой гепатоз, бауыр ғой, бауыр неткенде. Бауыр. Міне, сою пептид. Сосын түнге қарай сансин ішесіз. Түнгі 11-де ішесіз сансинді. Неге? Түнде мына кишечник бәрі бауыр демалады ғой. Демалған кезде мынау бауырға питание береді. Мынаны ішесіз түнде, күндіз 2 мезгіл мынаны ішесіз. 2 мезгіл ішесіз. Сосын пастероза ішуге болады, пастероза. Мына зеленойдың бәрі очистка ғой. Содан кейін негізі неге основном вентум жақсы көмектесіп жатыр. 10 күн түсіп, 2 күн демалып, 10 күн түсіп, 2 күн демалып, бір айда сондай неге болса. Белдігінде салу керек пе, Алмагүл? Вентумның? Обязательно белдігін. Қызым жүкті еді, токсикоз болып тұр, қандай продукция көмектеседі? Негізі беременныйларға мен көбінесе эликсир фокуды ұсынар едім. Эликсир фоку. Тілдің астына эликсир фокуды ішсін. Негізі беременныйларға эликсир фокумен, сосын желательно спирулин. Спирулин ішкен жақсы. Күніне ашқарынға 5 штуктан ішкен жақсы. Мынау эликсир фоку деген мынау красный. Осы красныйды алып күнде біреуін ішсе, утром и вечером бөліп ішсе, токсикоз да бәрі де басылады. Ол токсикоз неден кейін білесіздер ме? Бұрын токсикоз болды, ойбай деп,
токсикоз бір витамин жетіспегеннен болатын нәрсе. Мына жүрегіміз айнып, құсқымыз келеді, ішкіміз келмейді, сондай. Седалищный нервіге қысылғанға не береді? Седалищный нерві қысылғанға, как всегда, не ғой? Бізде согревающий гель бар. Сол согревающий гельді седалищный нервіға жағып тастап, содан кейін массажер болуға болады, одан кейін не болады? Массажер. Ұлтарақ, өте керемет, Содан кейін седалищный нерві қысылғанда пайдаланамыз, оны айттық. Протезі бар адам жамбасында отыруға болады ма? Аздап қана отыруға болады, бірақ жамбасындағы протезі бар адамдарға көбінесе активатор клеткамен жұмыс жасаңыздар. Активатор клетка очень помогает. 2 мезгіл ішеміз ба, бөліп пептейді. Жоқ, бір пачкасын целыймен ішесің. Бөлу деген жоқ. Таңертең біреуін ішесің, кешке біреуін ішеді. Все витамины, аминокислоты, хронический запорға не ішсе. Міне хронический запорға мынаны ішсең, бүкіл хронический запорың бәрін ұмытып кетесің. Сіз осы компанияда тіркеулі тұрсаңыз, былай қарағанда 4-ақ мың теңге ақша ғой. Осыны қоймастан бір стакан ыстық суды ішіңіз да, осыны ішіңіз. Мен вообще қасыққа қойып ішпеймін, осылай ішем. Осылай ішсеңіздер де өте эффекті запордың бәрін жоқ қыласың. Сосын сіз запор болсаңыз, постоянно біздің шайды ішіңіз. Біздің шай, вообще ана краска шайды ішуші болмаңыз. Біздің шайды ішіп, не істегенде керемет болады. Так, Алмагүл ханым, көп рахмет. Бүйрек жұмыс істемейді, қатты азып кетті. Не істеу керек? Бүйрек жұмыс жасамайды. Бүйрек жұмыс жасамағанда не істейміз? Бүйрек почкада, почка деген ең адамға главный жүректен кейінгі орында. Негізі бүйрек жұмыс жасамаса, бүкіл органның бәрін быт-бытын шығарады. Бүйрек жұмыс жасау үшін ең бірінші сой пептидтен бастайсыз. Одан қалды саунаға отыруға болады, активатор клеткамен бүйрекпен отыруға болады. Сосын массажды алған кезде мынандай перчаткамен бүйректің нәрсесін ұстап отыру керек. Сол кезде эффекті күшті болады. Сосын негізі бүйрек ауырына Цинфен пастасын ішсін ба? Драгоценс ішсін. Цинфен паста. Алмагүл, цинфен. Вообще күшті помогайды. Мен цинфеннің 4 коробкасын іштім. Жоқ, 3 коробкасын іштім. Цинфеннің 3 коробкасын іштім, өйткені менде почкаде құм болды, не болды. Таңертең ішем, кешке ішем. Сосын цинфенді ішкенде ыстық сумен ішесіз, тек бір қасық саласыз. Бір қасығы бар, өзінің ішкі ағаш қасығымен саласыз. Неге? Өйткені бізде мына пастерозаны бүйтіп лақ-лақ менен былайына іше береміз ғой. Ал оны олай ішуге болмайды. Мен өзім көбірек ішіп кетіп, близко помогать еткен. Содан кейін барып, былай ішуге ойладым, 3 қасығын сала жерінде бұлғадым, ішіп алдым. Шамалдан кейін, кәдімгі почкамен барып, ана жерін ауыртып, істеп тұрды, мынаны көп ішуге болмайды екен ғой деп, ананың бәрін оқып қалсам, мирный специально ложкасын салған. Алмагүл, былай нельзя ложкамен іш деген шығар. Бірақ мен былай ішуге келмейді. Қасықпен ішуге келмейді. Оны ыстық суға кәдімгі шай сияқты болады. Соны езіп, утром и вечером ішесіз. Цинфен мощно помогает. Молодцы. Ал енді тағы қол көтерген Хадиша ханымға сөз берейік. Рахмет, Анар. Және, смотри, Алмагүл, сен бүгін бомба болдың ғой. Просто бомба, молодец. Знаешь, қайшы зум тыңдап отырмын, бүгінгі сенікі вообще, енді айтамайым. В общем, сені шақырып аламыз ба, самолет жіберіп, өзіміз барамыз ба, аузымызға түкірмесең болмайды. Бүйтіп айтамай, мен бірінші қазір алғаным, бүгіннен бастап бәрін видеомен сөйлесетін болып отырмын. Партнерлармен де, нелермен де. Сол өте ұнады маған. Сосын, наставник спонсорымызды продавай деген. Соны істемейміз ғой. Өзімізде жөнді неғымаймыз. Өкпелеп қалдым, спонсорым үйтпейді, неғып заказ істемесең, өкпелеп қалдым деген әңгіме көп бізде. Білмеймін, Шымкентте сондай шығар, басқа жақта ондай болмау керек.
Сосын ұйықтамадым дегенді айтайын дегенім. 2009-да инсульт болған мен, левосторонний паралич болып сөйтіп. 15 жыл ұйықтамадым, сенесіңдер ме? Только көзім ұйықтайды, миым ұйықтамайды, сомнол, сондай ұйықтататын дәрілермен ұйықтап жүрдім. И балам Ерсұлтан Жайлауов тіркеді мені. Тіркегенде бірінші мен туған күніме очкимен стелька берді. Сонда мен сенбеймін ғой, немене мынау, мен сонша жасқа келіп отырып, какой-то бір очки деп очкині лақтырып жібергем. Кейін киіп не қанда өзің айтпақшы, сол күні қалай кидім, 10-11-лерде қалай ұйықтағанымды білмеймін ғой. Азанда 7-де бірақ ояндым. Жастығым шылқылдаған сілекейім аққаннан. Поэтому прекрасно понимаю, мынау ұйқысыз қандай болын. Поэтому қай өнімді айтсақ та, сенікі прям как мед на душу дегендей. Жақсы болды, молодец. Просто доступно күліп отырып. Сосын уверенный болу дегенді миллион мәрте айтқан шығарсын. Сол көп партнерларымызға уверенность жетпейді. 2 рет отказаса болды деп қолын түсіре салады. Рахмет саған көп-көп. Өсіп, амбассадорлықты Вьетнамда поздравлять етейік. Давай, пока-пока. Рахмет. Алтекең деген бар бізде, Қаттыбеков Алтекең. Аха, сол кісінің очередь. Ойбай, ана нені зумды пропускать етпе, бүгін Алмагүлдің зумы деп. Сиянға бірге барғанбыз, бір жерде отырдық деп. Соны қайта-қайта, сол 8 зорға болдырттым ғой өзімде. Анара, рахмет көп-көп жаным, өсіңіздер, өніңіздер. Рахмет. Енді Алтынбек аға, рахмет үлкен. Даусыңызды қосыңыз Алтынбек аға. Кеш жарық, құрметті әріптестер. Мен енді жасымда үлкен, көргенімде көп, әйтеуір білім жағынан, басқадан. Мен өткенде Пекиннен неге барған кезде Сианға Алмагүл екеуміз отырып қалдық. Онда да мені бірі өтініш жасады, аға, анаяқ отырасыз ба деді. Маған бәрібір отырайын дедім, сөйтіп Алмагүлмен таныстым. Алмагүл, үлкен рахмет, мен сені жеке танимын. Барғанша сөйлесіп, әңгімелесіп бардық. Қарапайым, медсестра, осындай дәрежеге жету деген сөз, ол тек Веда компаниясында ғана бар, басқа жерде жоқ. Мысалы, Оренбургта Ақжібекті білесіздер ғой, осыдан 2 жыл бұрын Ақжібек қандай еді, қазір Ақжібек қандай, өзгерді. Енді Алмагүл, Құдай қаласа, сенің бұл түсіндіріп айтқаның, қарапайым, жай, былай айтқанда, ауылбайский сөзбен жеткізгенің өзіне жұрттар қалай жазылып жатыр. Құдай қаласа, сен ең қарапайым, Бобрышев сияқты жоғары білім болмаса да амбассадор боласың. Мен соған сенімдімін. Тек саған Алла саған тек қана денсаулық берсін, тіл көзден аман бол, хабарласып тұрайық. Хадишаны қолдаймын. Енді самолет білмеймін бізге қаншалық тұратын, пойызбен бір Шымкентке келіп кетсейші. Тау жаққа, сендерде тау жоқ қойған, Ақтөбеде. Рахмет. Рахмет. Анар, осындай кадрлар тәрбиелеп жатқаныңыз саған үлкен рахмет айтқым келеді. Анар, біз бағана Хадиша екеуміз отырып, Анардың қанша сервис центр бар екен Қазақстанда. Соны бәрін көріп, мінекей жұмыс деген соң осы Анарда істеу керек дейді. Анар, ендігі кезек сенікі амбассадор болу. Жақсы, онда рахмет барлықтарыңызға. Баталарыңызға рахмет. Осы сіздердің алғыс баталарыңызбен өсіп жатырмыз. Рахмет сіздерге үлкен. Енді бізде Сауя ханым екен. Сауя ханым, микрофоныңызды қоссаңыз. Қостым. Мен қазір Алмагүл деген бір фильмді көргендей болдым. Бұл айтқанға оңай, аварияға түсті кісі. Қолын көтере алмаған. Одан кейін жазылып, представьте, базарға барғанда 2 сауна деген өте ауыр қой. Сумкасы бар, мойнына аспаған. Ол базарға кірудің өзі подвиг. Потому что біз сол барьерді аттай алмай жүрміз. Базарға кіру, не болмаса бір мекемелердің табалдырығын аттау, кішкене барьер болып тұр. Соны перешагивать етуді бүгін енді түсініп жатырмын. Сондықтан Алмагүл, сізге айтатыным, сіз үлкен тер төгіп, энергия жұмсап осы жұмысты істеп жүрсіз. Бұл енді көп адамдарға үлгі,
өте күшті, расымен де бомба бүгін Zoom. Россияның нелерін переплюнули бүгін қарапайым қазақы тілмен. Өте керемет әсер алдым. Арасында бөлініп кетіп отырдым, өйткені 90 жастағы анам бар, сол кісі звондап қалды енді. Алмасқа болмады, бір нәрсе болып қалды ма түнде деп. Сонымен өкініп тұрмын, енді қайталау бола ма екен Zoom-ның? Біраз Болады. жерін пропустила. Запись жасап жатырмын қыздар, записьті саламын Ой, қазір керемет, сәтін бізде өткен мынау чатта тоже қосыла алмай қалған Майя ханымның командасы бар. Қыздар сұрап жатыр, мына жерде не істеуге болады, мына жерде не деп. Қайталап жіберсе, енді бәріміз отырып, тура керемет көреміз, 100%-на қайталанып. Рахмет көп-көп Алмагүл ханым. рахмет, Сізге де Сауза көп ханым. рахмет, Анара ханым, көп рахмет сізге де. Рахмет, Зумдар көп қыздар. болсыншы осындай. Рахмет. Иә, осылай барлық лидерлерді жаңағыдегі шақырып, бөлісіп, әркімнің осындай жаңағыдегі тарихын да, осы ведадағы тарихын барлығын бөлісіп жатқан барлық спикер лидерлерімізге үлкен алғыс айтамын. Сол сияқты біздің Алмагүл ханымға да шынымды айтсам, мен де мысалға осы 3 жылдың ішінде бірде-бір Алмагүл ханымнан сұрамаппын, ақшаңызды не істеп жатырсыз, ақша тауып жатырсыз, қайда кетіп жатыр деп. Соны бірақ өзім ойлайтынмын, не істеп жатыр екен, неге бір бүйтіп көрінбейді деп. Сосын өткенде Оралға барғанда отырғызып қойып, барлығыңызға бірдестен видео қылып түсіріп сұраған кезде шынымен білдім, осындай үлкен жаңағыдегі қарыз болған екен, оның барлығын кәдімгідей ответственно жауапкершілікпен соның барлығын жапқан екен. Оның өзі де үлкен бір іс деп айтсам болады, өйткені екінің бірі үйтіп жаба алмайды да, иә, соның бәрін жауапкершілікпен, уақытымен бәрін жауып, соны кәдімгідей оның өзі жаңағыдегі үлгі десек те болады. Ал енді ары қарай бүкіл жаңағыдегі хотелканың бәрін жақсылап жаба беріңіз, ісіңіз алға бассын. Мен сізбенмін әрқашанда. Құдай қаласа World директор болып жапқаныңызды жуып, тойлатып, сахнада әдем болып шыққаныңызды көріп, соның куәсі бола берейік. Рахмет. Әлде талай-талай күшті историяларыңызды естиміз деген үміттемін. Рахмет сізге. Бәріңізге көп-көп рахмет, Анар ханым, көп-көп рахмет, бәріңізге де рахмет, осы эфирді тыңдап отқандарыңызға. Бүгін Zoom сіздерге бір әсері еткен шығар деп ойлаймын. Өйткені біздер айтып отырмыз ғой, өзіміз осы ведаға байға шықтық деп отырмыз ғой, веданы любим деген сияқты. Сол бір компанияны істегенде түбін қаза кету керек. Сол нені айтып кетейін, енді кішкентай ғана сіздерге бір нәрсе болсын да. Просто өзім постоянно не жіберіп жатқан кезде айтамын. Мысалы, сіз бір құдықты қазасыз да, су шықпайды, екіншіні қазыңыз, үшіншіні қазыңыз, 5 құдықтың 5-еуін алмай кезек бүйтіп қаза беріңіз, иә. Ол 5 құдық деген, это компанияда, 5 компанияда, ана компанияны істедіңіз, мына компанияны істеді, кеспеді. 5 компания сол 5 құдықты қаза бер, 5 құдықтан да су шықпайды. Ал бір құдықты қазып, бір құдықтан результат аласыз, иә, сол кезде эффекті болады. Алла тағала мына құдықты қазып жатыр ғой, мына құдықты қазған адамға берейін деп, кәдімгі от души береді. Үлкен бизнесмендер да, кеше Алагөзов мысалы 100 квартирасын сыйлап жатыр дейді да, ол да бір жерді қазып сондай результат шығарып отыр. Ол да сондай банкротқа ұшыраған, әйелінің істегеннен кейін мықты банкротқа. Бір жерді қазды, бір результат шығарып жатыр. Сол сияқты бір жерді қазып, бір результат шығаруымызға болады. Мен көбінесе мысал келтіремін, сол қыздарға да айтамын. Мысалы, қыздарға айтамын да, енді қыз келіншектер ғой, көбінесе не істегеніміз. Қыз келіншектерге айтамын да, мысалы, бірінші күйеуге шықтың, бірінші күйеуің ұнамады да, айырып кетіп, екінші күйеуге шықсаң, екінші күйеуіңде ақыраған енең отыр да, ал одан айырып кетіп, үшінші байға шық, ақыраған қайынсіңлің отыр, қайнапаң отыр деген сияқты. Сондай ғой, иә. Сонда сіз немене жыл сайын күйеуге шыға бермейсіз ғой. Сол сияқты бір нәрсені қаздыңыз ба, сол нәрсе. Мысалы, мен 30 жыл бойы медсестра болдым, сол жерде нанымды таптым, бірақ мен ондай неге пассивный доходқа жеткен жоқпын. Именно бұл жерде сетевой маркетингте пассивный доход өте көп та. Сондықтан бір жерді қазған нәрсені қаза білуің керек. Если сіз өзіңіз үйіңізде авторитетный болсаңыз, сізді бәрі сыйлайды. Мысалы, мына айтып отырмын ғой, міне менің ұлым тұр.
Таң бердік. Қалайсың, амансыздар ма? Мынау Қалай менің бастарыңыз? красавчигім Алматыдан келіп жатыр. Иә. Қараңыздар да. Менің балам, жаңа жолдасым бар ғой. Менің картинкамда сөйлеп жүреді. Мен картинка сөйлемеймін. Сөздің шындығы керек. Чемоданды вообще сөйлемеймін. Мен тек бүйтіп жүремін. Өйткені сондай результатқа келдім. Мен өйткені өзім нәтиже көрсеттім. Менде де анау мынау нәрселерімді ұнатпады, не істемеді, ойбай, қайда кеттің, түнде қайда кеттің, түнімен не істеп жүрсің, ведада жүргенде түнімен жұмыс жасайдық, ана жерге информация бердік. Түнімен жүреміз ғой, былай қарағанда түнгі 12-де 1-де келеміз. Ужин жоқ, обед жоқ, завтрак жоқ, қайда жүрсің дегендер болды. Зато завтрак болмасын, ужин болмасын, біз осы результатты көрсеттік. Сондықтан бір каждый день осы нәрсеге көңілдеріңді бөліп отырсаңдар, каждый день Анар ханым айтып жатыр да, 5 звонокта бір подписка болу керек, бір подписка болу керек күніне. Мысалы қазір промоушн беріп жатыр да Қазақстан бойынша. Сол промоушнды неге орындамасқа? Мысалы 100 мыңға активаторды алыңыз. Активатор бүкіл әлемге керек та. Саунаны 125 мыңға алыңыз, 340 мың саунасын 125 мыңға алыңыз да, былай қараған кезде. Неге сол результатты, сол нелерді неге промоушнды орындамасқа? Менің просто қазірде не істейтінім, ішім күйетінім, біздің қазақтар әлі ұйықтап жатыр, ұйықтамау керек, тұру керек. Өзінің денсаулықтарыңызға мән беруіңіз керексіңдер. Сосын каждый день сол результатты істеңіздер, жазыңыздар, көріңіздер. Өйткені бұл компанияда берері өте көп. Мысалы біздер келе жатырмыз, айтып отырмыз ғой. Жаңағы 9 чемодан алды, 40 подарка алды. Сол подарканы ертең неге барамыз? Москвадан кейін жаңағы Вьетнамға барамыз. Вьетнамда да сол подарканы аламыз. Сондықтан осы подарканы тегін неге алмасқа? Мысалы, мынау $700 нәрсесі да, $700 нәрсесі. Мысалы, бір өзімізде үшеуміз бар. Жаңағы әркім өзімен пайдаланып жатады да. Мысалы, сондай мощный нәрселерді неге пайдаланбасқа? А самом деле оны сатып алсаң бәленбай теңге ақша. Мысалы, біздер фен пайдаланбаймыз. Феннің қажеті жоқ. Иә, фенді осы активатор клеткімен шақшымызды кептіреміз. Былай қараңыздар. Мысалы, әжіміңіздің бәрін тартады. Бүкіл дене мүшелеріңізге жұмыс жасайды, аяғыңызға, қолыңыз сырқыраса, осы активатор клетка жұмыс жасайды да. Сондықтан сол нәрсені көруіміз керекпіз, сол нәрсені білуіміз керекпіз. Неге қазір ұйықтайтын заман емес, қазір тіршілік ететін заман. Қытайда мынандай, Южный Кореяда мынандай кішкентай жерге теп-токпенен өзінің жаңағы нелерін сатып жатыр. Мысалы, кішкенде бір помада да, мен мысалы эликсир фокуды айтып жатырмын да, эликсир фоку с рождения ребенкқа дейін беріңдер. Никакой антибиотикті берудің қажет жоқ. Эликсир фокуды мұрнына да кіргізіңдер, аузына да беріңдер, бәріне де беріңдер. Ешқандай зиян жоқ. Ленжейді беріңдер, баланың тілі тез шығады. Паста розаны беріңдер, ішектері дұрысталады. Жаңа туған балаға керек емес антибиотикті беріп, аптекадан үйіп ұстаудың қажет жоқ. Каждый раз осы нелердің бәрін беруің керексің. Міне, не керек, соның бәрін дайындап қойғам сендерге. Міне, бәрін дайындап қойғам. Мынау біздің чай. Осы чайды осылай ішіп, мына паста розаны ішіп, солай іше береміз біздер. Сондықтан көрдіңіздер ме, каждый день өзіңізде, мысалы үйде бізде міне синшифу, да? Мынау тридрагоцен, мынау сансин, пептид. Бізде таңертең кофе, одан қалып шайды, кешке қарай шайымыз бар ішетін, иә. Каждый день зуни паста, туалетке барасың, тісіңді ысқанда зуни паста тұрады да, зуни пастаны ысыватасың, это веда зуни паста дейсің да, былай қарағанда. Содан барасың, кофеңді ішесің, это кофе, веда дейсің. Сосын барасың да, мына паста розаңды ішесің, неңді ішесің, бәрі веда. Былай қарасаң, чемодан веда, былай қарасаң, көрпе төсегің веда, футболкаң веда, біздің үйде сплошной веда. Сондықтан сол веданы іске асыруымыз керекпіз. Бәріңізге көп-көп рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Анар ханым. Сау бол, Аймагүл, молодец. Рахмет. Рахмет. Бәріңіз сау болыңыздар. Рахмет, Алмагүл. Молодец, Алмагүл. Рахмет сізге де.